Бисмиллах деп, бүгін сіздермен осындай пышный әрі жұмсақ болып шығатын бауырсақтың рецептісімен бөлісемін. Дәл осы рецептпен достар өзім үнемі заказ пісіремін. Клиенттеріме өте қатты ұнайды. Үйге келген қонақтардың барлығы рецептісін сұрайтын бауырсақ. Сол үшін сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Алдымен ыдысымызға ыстық қайнап тұрған суымызды құйып аламыз. Үстінен сары майымызды саламыз. Егер су қайнап тұрған болса, сары майды осылай ертіп жібереді. Осылай сары майды ертіп аламыз. Үстінен жылылау сүтімізді құямыз. Дәміне қарай сіздер қант қоссаңыздар болады. Менің отбасыма ұнамаған соң қант қоспаймын, яғни шекер. Татымына қарай тұз қосамыз. Дәміне қарай. Және аштықыны қосамыз. Аштықы қоспай жатып, бір рет суыңыз қатты ыстық емес па, міндетті түрде тексеріп көріңіздер, себебі суларыңыз қатты ыстық болса, дрож күйіп қалып, қамырларыңыз көтерілмей қалуы мүмкін. Үстінен ұнымызды салып қамыр илейміз. Қамырды көбірек және ұзағырақ илеуге кеңес беремін, июін қандырып. Июі қанған, жақсы иленген қамыр өте жақсы болады және бауырсақтарыңызда керемет шығады. Қамырларыңыздың июі қанғанын достар осылай қолдарыңызға, жасы илеп жатқан тостақтарыңызға жабыспағанынан білсеңіздер болады. Илеп болғаннан соң бетін жауып көтерілуге қоямыз. Көтерілгеннен соң достар міндетті түрде бір қайтара илеңіздер. Бауырсақтарыңыз керемет шығуына осы бір қайтара илеудің де септігі тиеді. Осылай бетін жауып көтерілуге қоямыз. Екінші рет көтерілгеннен соң өзімізге керек бөліктерге бөліп аламыз. Осылай ұнымызды сеуіп, жақсылап жайып аламыз. Қатты жұқа емес, қатты қалың емес, орташалау етіп жаюға кеңес беремін. Себебі қатты жұқа болса қытырлақ болып қалады, қатты қалың болса арасы піспей қалуы мүмкін. Міне осындай қалыңдықта жайып аламыз. Ал енді кесеміз. Өзіңізге керек формада дөңгелек бауырсақтарда пісірсеңіз болады. Бүгін мен 4 бұрышты бауырсақ пісірейін дедім. Міне осылай кесіп қоямыз. Кесіп болғаннан соң бауырсақтарды бір шетке, амал болса мата дастарханға тізіп қойыңыз. Егер мен сияқты пленка дастарханның үстіне тізіп қоятын болсаңыздар, астына ұнды көбірек себіңіздер бауырсақтарыңыздың, себебі дастарханға жабысып қалуы мүмкін. Осылай кесіп болғаннан соң бетін жауып 15-20 минутқа көтерілуге қалдырамыз. Көтерілген бауырсақтарымызды қызып тұрған орташа оттағы майда екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Міне осылай піседі. Осындай пышный әрі әп-әдемі болып шығады бауырсақтар. Егер видео ұнаса, қыздар, каналыма жазылып, лайк басып, пікірлеріңіз қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздерге бұдан да көптеген пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Сондықтан мен жоғалтып алмау үшін каналыма жазылып алыңыздар. Міне осылай әдемілеп қызартып қуырып аламыз екі жағын. Міне достар, біздің әп-әдемі жұмсақ бауырсақтарымыз дайын. Осындай керемет болып шығады. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Жанар.